Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге дәмді әрі тез дайындалатын штрудель тәттісін дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бөлме температурасындағы салқын суға сұйық май, тұзды салып, үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр илеп, жарты сағатқа холодильникке саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ашылған алмамызды көбіктеп тураймыз, грек жаңғағында соқтап тураймыз, және де алдын ала мен мейізді үстіне ыстық су құйып жібітіп дайындап қойдым. Енді осындай ыдысымызға жұмсақ сары майды салып, үстіне алма, грек жаңғағын және дайындап қойған мейізімізді салып, үстіне корица, қантты салып жақсылап араластырамыз да газге қойып 5 минутқа қантын ертіп аламыз. Мінекей осылай араластырып, мінекей дайын болды салмамыз. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды жайып болғаннан кейін бетіне блендердің көмегімен ұсақталған печеньемізді сеуіп шығамыз. Одан кейін суыған салмамызды саламыз. Салманы міндетті түрде суытып алыңыздар. Енді рулет тәрізді етіп орап шығамыз. Орап болғаннан кейін жан жақтарын жабыстырып формамызға орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Әдемілік үшін мак септім, сеппесеңіздер де болады. Сарғайғанша пісіреміз. Қатты қызартпаңыздар. Піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Мінекей қараңыздар, күшті болып шықты, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.